Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Әліппе сабағының 10-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дыбыс, буын, сөз. Сөмкемде нелер бар? Оқушылар, біздің сөмкемізде нелер бар балалар? Қандай оқу құралдары бар? Әрине, оқулық, дәптер бар, я? Балалар, кітап сөзін буынға бөлейік. Кітап. Екі буын неше дыбыс бар? Кітап. 1, 2, 3, 4, 5 дыбыс бар. Бұл сөзде 5 дыбыс, 2 буын бар екен. 2 дауысты дыбыс бар. Және А. Келесі суретте дәптер. Неше дыбыс бар екен? Дәп. 3 дыбыс. Тер. 3-ке 3 дыбыссақ 6 дыбыс бар екен. Дәптер. 2 буын. Келесі суретке назар аударайық. Кітаптар. Кітаптар. 3 буын бар. Кітаптар сөзінде 3 буын. Неше дыбыс бар екен? 5, 6, 7, 8 дыбыс бар екен. Кітаптар. Көп кітаптар. Және келесі суретте дәптерлер. Бұл жерде 9 дыбыс, 3 буын бар екен. Дәптерлер. Келесі суретте бізде сызғыш берілген екен. Балалар, біздің сөмкемізде және сызғыш пен қалам бар, балалар. Сызғыш 2 буын, 6 дыбыс. Қалам 2 буын, 5 дыбыс бар екен. Келесі суретке қараймыз. Біздің сөмкемізде және қарындаш бар, және ермек саз бар екен. Қарындаш. Неше буын бар екен? 3 буын. Неше дыбыс бар екен? Қарын. 5 дыбыс. 6, 7, 8 дыбыс бар екен. Қарындаш. 3 буын. Ермек саз. Ермек саз. Демек, 3 буын, 8 дыбыс бар екен. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.